жасайыншы. Өйткені адвокатты бағанадан тосқан. Армысың алты алашым, қасиет қазақ халқым, Асқар Арғын Баһадүр, ұлт жанашыры. Масанчи 55 ДВД дейді. Міне, артымызда тұр. Алматы қаласының полиция департаменті азаматтарды қабылдау дейді міне. Бағанадан бері мен өзім адвокат қорғаушыны күттім. Ануар Данияровты білесіздер. Ол із-түзсіз жоқ болып кетті. 28 сәуірден оның алдындағы бейнелерді салғам сіздерге. Өйткені оның мәшинесі жалға алған Land Cruiser джип өз басы келді, Ануар бірақ жоқ. Сол себепті біз бәріміз дүрліккен болатынбыз. Ол 22 сәуірде Ген прокуратураға кеткен болатын Астана қаласына. 18-інде біздің бір белсенді Қанат деген Ануарды көрді. Ген прокуратураға кіріп атқан мәшинемен бұрылып атқан кезін. Міне. Тергеуші шақырды ма, прокурор шақырды ма, енді ол белгісіз. Бірақ кіргенін көріпті. Содан ізі жоғалған, одан кейін бір күннен кейін мәшинесі осы Алматы қаласына алып келінеді екен. Оны такса фирманың бастығымен сөйлестім, ол кісі айтты, бізге ДВД-дан звондады, мәшине ДВД-да тұр деп айтты деді. Одан кейін біраздан кейін ол тайқып шыға келді сөзінен. Мен бейне түсіріп алғанымды көрді де. Ойбай, мен сізге басқаша айтуым керек еді, мен сөзінен тайқыды. Сондықтан да бұл жерде бәрі түбі шикі. Қазір біз Жанар Балғабаева адвокат болып, қорғаушы болып тағайындалған екен. Сол да Сергелдеңде жүр, 2-3 күн болды ма, неше күн болды. Оғанда біресе таңертең кел, біресе кешке кел дейді. Тергеуші деген, енді қазір екеумізде сөйлесіп тұрдық. 18:00-де кел деген тергеуші тағы түлкі бұланға салып, ойбай мен келесі жұмада келем дегенсің, біз қатты етіп, қатты айтып, қайтсе де осы жерге кел сен, әйтпесе біз шулатамыз дегенсің, қазір Ануарды алып келем деп айтты. Соны енді қазір өзімен сөйлесетін боламыз қазір Жанармен ішке кіріп. Міне Жанар Балғабаева қорғаушысы. Қазір кішкене телефонды тазалап алдым. Міне өзінен естейік әңгімесі. Иә, Жанар, саламатсыз ба? Да, саламатсыз ба. Қазақ халқы енді алаңдаулы, біз сияқты өйткені Ануар Данияров қазақ халқына белгілі азамат. Көп халықтың мұқтажымен жүгіріп жүрген. Айғайламаш. Мұқтажымен жүрген азамат. Көп жерде ол Кенесарының ескерткішін қозғады. Ақырғы рет міне Астанада қытығына тиді. Тоқаевтың ол жасыратын түк те жоқ. Өйткені Кенесары Батыр бабамыздың ескерткішін алып тастаған болатын. Оның бәрін әшкереледі. Одан кейін Ануар біздің осындай күйге ұшырады, түсініксіз. Бар ма, жоқ па, біз өте алаңдаулымыз. Сондықтан да мен қазір айналайын қазақ халқы Жанардың өзіне сөз берейін, өзі айтсын. Уже неше күн болды, Ануарды іздеп жатырмыз. Тергеуші тапқып. Енді тергеуші қазір қолым бос емес, давайте дүйсенбі күні таңертең кездесеміз, Ануарды шақырдым. Ануардың адресі бар, ол неде осында ДВД-да іс қозғалып жатыр Ануарға деп. Мера пресечения, обязательства явки деп айтты. Оның телефонында тергеушіде. Енді қаша қалай кездесеміз, адрес беріңіз, телефон беріңіз, қалай іздеп табамыз Ануарды десе, айтады, Ануар айтты, оған адвокат керек емес, Ануар бүгін тергеуге шақырам деді.
сағат 10-да міне келдім, сағат 10-да жоқ, не ануар жоқ, не тергеуші жоқ. Содан кейін айтты, сағат 18-де тергеу болады, сол жерге келіңіз. Мен айттым, ануар өзі жазғанда маған адвокат керек емес, от услуг Балгабаева отказываюсь деп жазса, мені көзімше, онда мен бас тартам деп айтса, онда кетем. Оны көрмегенше кетпеймін деп айтты. Содан кейін келдім, әлі жоқ, енді тергеуші айтып жатыр, менің қолым бос емес, қазір келмеймін, бүгін болмайтын сияқты, и басқа әңгімелер де айтып жатыр, типа сондай. Енді айтып жатырмыз, шын ба, өтірік па, ануар қайда, мен оны іздедім, ИВС-да жоқ, СИЗО-да жоқ, бәр жерде сұрастырдым, үйде достары барды, үйде жоқ, таба алмай жатырмыз. Енді мен айттым, тауып беріңіз, қалай сіз хабарласасыз деп сұрадым. Ол айтып жатыр, маған бір телефоннан хабарласады өзі ануар деп. Мен айттым, номер беріңіз маған. Номер бермей жатыр. Енді айттым, бүгін кетпеймін, кездескенше кетпеймін. Не менің номерін беріңіз, не басқа әрекеттер жасаңыз. Ануар бізде күтіп жатырмыз. Сағат уже бір 40 минуттай болды, күтіп жатырмыз. Ешқандай нәтиже жоқ. Күтіп жатырмыз. Міне осындай қайғылы жағдай болып тұр, түсініксіз жағдай болып тұр, қасиетті қазақ халқы. Біз бірінші жыл емес, біз талай жылды өткізген адамбыз. Күрес жолында талай нәрсе болды, басымыздан өтті, дулат аға тіл кетті, басым осындай сұмдықпен міне. Таңертең кешкісін алып кетті де 5 полицай, таңертең бізге сүйегін берген болатын. Тамаша білесіз. Одан кейін 3 күннен кейін Тоқаев, ойбай, дулат жүректен қайтыс болды деп патологоанатомның қорытындысын өзі шығарып қойған болатын. Оны білесіздер, тамаша. Сондықтан да біз қазір міне Жанар Балғабаевамен осы жерде отырмыз, ешқайда кетпейміз, Данияров Ануарды көрмей. Не болмаса, тергеушімен тілдеспей, анық бізге айтсын. Егер ол қамалып жатса, санкциямен, онда ол абақтыда болу керек. Бірақ бұлар айтып жатыр. Бүгін мен кезекші тергеушімен сөйлесіп кеткен болатын. Осы жерде мен қазір алдарыңызда отырмын, кезекші тергеуші. Мен мына кісімен бағана сөйлесіп кеткен болатын. Бұл кісі маған айтқан болатын бағана. Ол кісі подписка не выездімен Ануар Данияров, қолхатпен жіберілді деп, Міне адвокатпен сөйлесіп отырмыз. Бағана мына тергеушімен сөйлескенде бұл кісі айтты, ол подписка не выездімен жіберілген деп. Енді қазір өзінің тергеушісін күтіп отырмыз. Міне, ол тергеуші айтып жатыр, ол менің қасымда деп, Ануар. Онда сіз келіңіз мына жерге, міне біз күтіп тұрмыз. Біз алаңдаулымыз, өйткені Ануар бізге керек. Ануар жай адам емес, ол қоғамдық қайраткер, Қазақстанның белгілі азамат. Осы ел жер үшін шырылдап жүрген, осының ішінде мына ішкі істер органдарында көптеген проблемаларын қозғалған азаматтың бірі болып табылады. Сондықтан да біз осы жерде боламыз, ешқайда кетпейміз. Міне Жанар Балғабаева мен қасында отыр, айналайын қазақ халқы. Міне енді әрине мен айтайын деген, Алматының анау белсенділердің құлақтарын алтын сырға, міне айналайындар, сендер анау мынандай заманда, мынандай мемлекетте тұрып, ойламаңдар. Өстіп, бір-біріңді шұқылағанша, міне, беттеріңе аттарыңды атап, түстерін түстемей қойын, міне, бір-біріңді анау сатқан, мынау сатқан деп жүрсіңдер ғой, сорлылар. Осындай жерге келмейсіңдер ма? Сақалдарың сапсиып, сол жүрсіңдер. Бір-біріңді өсектен басқа, міне, еркек бастарыңмен.
апталда азамат жоғалып жатыр. Данияров, Ануар деген қасымызда жүрген азамат. Сондықтан да мен сендердің қаперлеріңе айтам. Міне, сендер ер жігітпіз дейсіңдер, азаматпыз дейсіңдер. Осындай жерде көрсетулерің керек өздеріңді. Кәдімгідей жанашыр болып, бір-біріңді іздеп, ертең кімге керексіңдер сендер. Сондықтан да мен өте ашулымын, мен өте, міне, жүрегім, міне, шынымды айтсам, қайғы жұтып тұр, қан жұтып тұр, міне. Ануар керемет менің қасымда жүрген үзеңгілесім емес, бірақ мен оны білем. Ол жалғыз жүрсе де шаңы шығып жүрген жігіт. Сондықтан да міне сендердің мынау ар намыстарыңда, өздеріңнің ұяттарыңда міне Алматының мынау бәленбай осы жүрісіңдер ғой. Белсендіміз, анаумыз, мынаумыз деп міне. Қатты болса да сендерге айтайын, мен сөзімді көтересіңдер. Сол айдала қазақ халқы міне біз енді Жанар екеуміз осы жерде боламыз, ешқайда кетпейміз. Міне, ана тергеуші келмей, міне Ануарды біз көрмей, міне осындай түлкі бұланға біз салғызбаймыз. Құдайдың қалауымен біз осы шындықты ашатын боламыз. Ұлтшылдарын ұлықтамаған халық, ұлтшылдарын сыйламаған халық, ұлтшылдарын қорғамаған халық құрдымға кетеді дейді. Айналайын қазақ халқы, мен сіздердің қаперлеріңізге салам болыңыз. Я, баршаңызға назарларыңызға рахмет. Қош саламатта болыңыздар. Асқар Бахадыр, ұлт жанашыры және де Жанар Балғабаева. Осындай біздің берген қорғаушысы бар. Сізге өте үлкен рахмет. Хабардамын.